Әңгіменің екінші бөлімі. Әй ит, мүрдені қазған қояншық. Әке құрығымен қансыз аждаһаның қақ маңдайына салып өтті. Трактордың маңдай шынысы күл-талқаны шығып үгіліп түсті. Әке атына мініп тұра шапқанда екі өкпемді қолыма алып мен де құйындай ұшқам. Жылап келемін. Әкемді ана трактор шопыр ұрып тастай ма деп. Екі көзімнен бұлақтай атқылаған көз жасымнан алдым бұлдырап, түк көрер емеспін. Екі жеңіммен кезек-кезек сүртіп ұшып келемін. Өзеннің суы саяз тұсынан жалдап өтіп заулай жөнелдім. Бір қарасам, трактор шопыры бүкшиіп қалыпты. Бұл кезде мен де жақындап қалған едім. Қалт тұра қалдым. Жақындай түсуге қорқып тұрмын. Денем дір-дір етеді. Қорқыныштан ба, жылағаннан ба, әлден уақытта тырс етіп трактор есігі ашылды. Бүкшиіп отырған шопыр бір кезде сүйретіле түсе бастады. Сұм шеше деймі, сұмай шеше деймі, әйтеуір соған ұқсас бірдеңе деп маңдайынан аққан қан мойнына қарай сырғып барады. Қолында дәу кілт убью деді-ау деймін, білмеймін. Әйтеуір жаман сөз айтқан анық. Әке, қаш, анау кілтпен ұрайын деп тұр. Ышқына айғай салдым да жалт бұрылып үйге қарай зыта жөнелдім. Өкшелей біреу қуып келеді, жақындап қалған сияқты. Міне, ана дәу кілтпен басымнан бір ұрмақшы. Деп жанышыра шыңғырып, артыма жалт қарадым. Жоқ, тракторшы оқыс оқиғадан есеңгіреп қалған сияқты. Теңселіп әкеме қарай ұмтылды. Қолында дәу кілт. Кіжіне дәу кілтті жіберіп қалды. Убью. Торы ат бір-екі ырғығанда алыстап, ойнақтап, ыршып кетті. Енді екеуі алыстан бір-біріне кіжінуде. Назад, деді әкем. Что, земли мало? Деді қақ жүні үрпиген жиренбас тракторшы. Назад, деді әкем түксиіп. Сволш, там могила. Сөздерінен анық түсінбесем де анықтап естіліп тұр. Әкемнің кезінде шахтада істегенін білемін. Шай ішерлік орысшасы бар. Мұны тасбақа трактормен мидай далада қара жерді қорыған. Қияңқы шалды қуып жете алмасын сезді ме, бетіне қата бастаған қанды сүртті де кері айналды. Тіркеме соқасын жан таласа ағытып, тракторын бұрқ еткізді. Бар ашуын бұрқ етіп аспанға атылған қап-қара түтінмен бірге шығарды да, келген жағына қарай тоңқалаңдай зырлады. Бұрқ-бұрқ етіп аспанға атқылаған трактордың ащы түтін емес, шалда есесі кеткен тракторшының кеудесінен атқылаған ашу ыза сияқты. Тәте, атам ана трактор шопырын маңдайын жарды дедім ентіге үйге жеткен бетте. Анамды тәте деуші едім. Ойбу жетпеген осы еді. Несі бар еді айдалада жер жыртқанын келімсекте. Соттайды ғой, соттайды енді. Кім соттайды дедім шошына. Кімді, әкеңді де, деді күйініп. Соттайды деген суық сөз дір еткізді. Көз алдыма бас киімі қоқайған милиция келе қалды. Ойлағаным айнымай келді. Келесі күні бас киімін қоразын айдарындай қоқайтып, совхоздың учаскелік милициясы келді. Әкей малда келді. Жайылған отарды ауылға қарай беттетіп келді де үйге жетті. Милиция келгенін ол да көріпті. Бұрын қой сұрай келгенде әкемнің алды-артына түсіп қал жағдайын сұрап, елпен қағатын милицияның бүгін түсі суық, салқын ғана амандасты. Ақсақал, не білдіріп жүрсіз? Не білдіріппін? Әке қарсы сұрақ қойды. Ығайын деп тұрған жоқ. Айдалада өзімен өзі жер жыртып жүрген тракторшының басын жарыпсыз. Тракторының әйнегін сындырыпсыз құрықпен ұрып. Енді түк болмағандай не білдіріппін деп тұрсыңыз мынау. Бар жазығым ата-бабамнан қалған жерді қорғадым. Тайраңдағаны сондай, айдалада сүйегі қураған бір бейбақтың мүрдесін қопарып кетті ана жиренбас. Байқамаған шығар. Баяғыда қурап қалған сүйек үшін тірі адамның басын жардыңыз. Басы жарылған жоқ, сынған әйнек маңдайын жырып кетіпті. Ештеңе етпес, екінші тайраңдамайтын болады, шаңыраққа қарасын. Жоқ, оңай құтылмайсыз деп милиция күпсіне бастады. Заң алдында жауап бересіз, ауданға да жетті бұл оқиға. Жиналыңыз, киініңіз, алып кел бұзақыны деп маған тапсырды. Бұзақын тапқан екенсіңдер деп тістерін шықырлата жүріп әкем машина қорабының үстіне шықты. Ренішін жасыра алар емес. Машина қозғалғанда барып селк ете түстім. Жанарымнан жас парлап қоя берді. Соттайды, әкемді соттай ма деп, осы бір ащы ойлар денемді шықпырта бастады. Қызыл жолақ фуражке киген милиция тауықтарды, жас әтештерді қолай шоқып маза бермейтін айдарлы әтешті көз алдыма әкелді сол бір сәт. Күрсініп анам қалды. Кемсеңдеп мен қалдым. Үй іші бір-ақ сәтте құлазып сала берді. Үйдің ішіне шаттық толып мамыражай, қамсыз өмір сүретіміз әкенің арқасы екен ғой. Дүрс-дүрс соққан жұдырықтай жүрегіммен соны бүгін сездім. Әкемнің кетіп бара жатып бар айтқаны малға ие болыңдар. Немен ұрдың деп сұрар да жіберер. Анам торы атқа мінді де беткейде бұтырап жатқан қойларды қайырып шарбаққа кеп қамады. Мен малдың бір шетіне шығып көмектескен болдым. Биелер бағана ағытылған. Анам сүрініп қабынып сиырларды сауды. Үнсіз ауыр ой мүжи бастаған сияқты.
Анам үндемеген сайын үрейлене түсем. Секентайым ақылды, ертең-ақ үлкен азамат болады деп күніне 100 рет айналып толғанатын анам жақ ашпайды. Қабағы түсіп кеткен. Ызыңдап самауырын келді. Жер ошақ маңда күйбеңдеп жүрген анам сәлден кейін өзім жақсы көретін кеспе көжені әкеліп қойды алдыма. Күні бойы нәр сыған жоқсың ғой, тойып ал. Ертең әкең келгенде жүгіріп алдына шығасың. Мүмкін кәмпит-сәмпит те ала келер. Ойбу, қайда, кәмпит қалтасында, көк тиыны да жоқ. Өзі аман-есен келсе екен. Тәте әкемді соттайды ма? Соттамайды, ертең-ақ қоя берер. Кішкене жер үстелдің екі басында екеуден екеу отырмыз шоқайып. Ас та ішілмеді. Анам болмаған соң 2-3 қасық көжені ұрттаған болдым. Есіл дертім әкем. Тәте дедім әлден уақытта. Бұрын бұл жақта жер жыртпаушы еді ғой. Тың деме, тыңды көтереміз деме, қаптады ғой осы елге тобырымен. Қарны тойған соң сол келімсектер құтырынып кетпес пе екен. 2-3 жыл бұрын бұл жер самал желі көк шалғыны тербеткен жап-жасыл алқап еді-ау. Тәте, келімсектер деген кімдер? Өз елінде тыныш жүрмей, басқа елде тентіреп тіміскілеп жүретіндер. Өз елінің жерін неге жыртпайды, дедім шыдай алмай. Несі бар біздің елімізде? Анам үнсіз, қос жанарын мұң торлап ұзақ отырды. Отырып күрсініп барып тілге келді. Қайдан білейін қарағым, қойшылар атам заманнан бері осы өңірді жайлап келеді. Аралары тай шаптырымдай жерде жайлауды да думандатып сыңсып отырушы еді. Енді сол мал жайылымында соқа салды. Жер ананың бетін аяусыз айғыздап тілгілеп-ақ жатыр. Бір зауал келер. Тәте, әкемді соттамай ма? Аузыңа жаман сөз алма, соттамайды, мен қорқып отырмын, әкемді соттайтын шығар деп. Соттап көрсін, торы атқа мініп алып өзім барам ең үлкен милициясына. Әруақты қорлады, зиратты қопарып кетті деймін. Соттаса әлгі бет-аузын жүн басқан жирен басты соттасын. Жаңа ғана мұңайып басы салбырап отырған анам айбарланып шыға келді. Аздап қорқынышым сейілгендей. Жастыққа жантайып жата кеттім. Сәлден кейін шалқалай жатып шаңыраққа көз салдым. Жартылай ашық түндіктен жұлдыздар жымың-жымың етіп маған көз қысқандай. Таң атыпты. Анам күйбеңдеп самаурынға су құйып жатыр. Жып-жылы көрпені қымтай түсемін. Бір кезде есіме әкем түсті. Сол-ақ екен, атып тұрдым. Жүгіріп анама келдім. Тәте, әкем келді ме? Құлыным-ау, боп-боз болып кетіпсің, көзің де шүңірейген. Ауырып қалмасаң екен. Байғұс балапаным-ай. Анам абдырап қалды. Келеді, қарашығым, келеді. Сол келеді деген сөзге өзі де толық сенбейтіндей. Әкең түсіңе кірді-ау деймін, деді әлден уақытта. Түсіңде қатты айқайлап жібердің. Әке, бізді тастамашы. Қайда барасың, әке, деп былдырлап жатырсың. Тфә деп өзімше ұшықтап жатырмын. Содан ұйқылы ғой-ау, жыладың кеп. Өксіп жыладың, қойдыра алсамшы. Содан жұлқылай оятып әрең дегенде жұбаттым-ау. Түсімде жыладың ба сонда? Иә, ұйықтап жатып өксіп жыладың. Ей жаратқан ием, бейбіт заманда берекемізді алып, арыстай азаматымызды милиция айдап әкететіндей, мен бейбақты күңірететіндей, қаршадай баласын түсінде де өксітіп жылататындай не жазып ек? Анам кемсеңдей жөнелді. Қалың ызғарлы жаңбыр астында қалған торғайдай болған мен қолтығына тығыла түсем. Сол жері бар болғыр құрық көтермесе де болар еді-ау, деді сәлден кейін сабасына түскендей. Жатыр ғой ен дала. Бірақ ол есерсоқ мүрдені қопарып кетті емес пе? Бұлар ма бұлар? Бүйте бірсе үн-түнсіз отырып таңғы шайды ішкен болдық. Өлі тыныштықтың өзі үрей шақырғандай. Қоршау шарбақ ішіндегі бір отар қой маңырап азан-қазан қыла бастады. Сәлден кейін өтеп кетті. Жайылымға шығатын уақыттар өтіп кеткен. Анам жанарымен жер шығып отыр. Сөйтіп бір-ақ күнде қара шаңырақ қаңырап, бір отар қой маңырап, ана мен бала айдалада боранды күні адасқан жолаушыдай аңырап қала бердік. Бір сәтте анам мінезге басты. Жаңа ғана мұң торлап отырған жанары жарқ етіп, иығын басқан ауыр ойды сілкей лақтырып атып тұрды. Қой, қайдағы бір келімсектің маңдай жарыл деп апталдай азаматты қамап қоймас. Секентай, сен азамат болдың, үйге қара, ие бол. Маңыраған мына пәлелерді беткейге жайып келмесем, азан қылып барады. Үйге ие болатын мен сонда 6 жастамын. Келер жылы мектепке бармақпын. Менен үлкен екеуі бөлімше орталығында мектепте. Олар да көп ұзамай келіп қалар деп отырмыз. Әріректе Қонарбайдың қыстауы қараяды. Оның отары тау қолтығына бытырай беттеп барады. Біздің басымыздағы оқыс жайдан хабарсыз сияқты. Әйтпесе Қонарбай
шабдарын борбайлатып әлдеқашан жетер еді. Анам шарбақтың есігін ашқан сол-ақ екен, кептеле кимелей бірін-бірі баса сыртқа лап қоя берді. Бә деп бақылдаған кейбір текешіктер алдыңғы екі аяқтарымен момақан қойлардың үстінен басып, орғып жанталаса ілгері ұмтылуда. Қашанда отар алдында жүріп, шөптің шүйгінін жақпас тас қалтарыстарындағы нәрлі қылтиғанды бірінші қылғытып жеп дағдыланған. Анам үзеңгіге аяқ салды. Торы аттың жалынан сол қолмен уыстай тарта ырғи көтеріліп барып бойын тіктеді. Екінші бөлімнің соңы. Назарларыңызға рахмет.